Амансыз ба? Аман ба, аман. Смела мырза. Мен. Мынау енді естіп жатырсыз ғой. Мынау жерімізді 25 жылға жалға берсек па деп жатырмыз. Осыған орай өзіңіздің бір ойыңыз, пікіріңіз, бір азаматтық позицияңыз бар ма деп сізге бір-екі сауал қойсам. Қой, не? Сауалдан бір өзіңе бір сұрақ қойайын, не? Мына жалпы сенде өзі елге деген, жерге деген махаббат, бір иман деген бұл, туған жерге деген намаз, сондай бір сүйіспеншілік бола ма өзің жалпы? Мына ата-бабаның қанымен келді ғой мына жер деген. Бар ма жалпы өзі сондай ой толғанта ма? Жоқ, ондай ой, ондай намыс ештеңе. Вообще жоқ. Жоқ. Ей, жоқ болса смело сат. Смело, қорықпай сата бер. Сата берейін ба? Ей, сат. Кәдімгідей көп сат. Сосын тағы бір сұрақ. Мына жалпы қазақ елі мынау жақсылардың алдында болсын, мына Жапония дамыған елдер бар ғой, Англия мықты мемлекеттер. Солармен қатарласып, сондай бір мықты бір дамыған ел боламын деген, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болсын деген бір сондай мықты дамыған, өте күшті, сондай мықты ел боламын деген бір сондай бір талпыныс, сондай бір не бар ма өзі? Жоқ. Ондай жоқ, пока жоқ. Жоқ па? Жоқ қой. Ей, жоқ болса смело сата бер. Қорықпай сат, смело. Не ғой, тағы бір сұрақ өзіңе. Жалпы, анау елдің дінді жамылып, жалпы тыныштық сақтайық деп жүрген сондай бір арамзалар бар ғой. Күнде телевизордан көрінеді, сондай бір ағалардың сөзін өзің жалпы қалай тыңдайсың? Олар жақсы тыңдаймын. Әйбәт, үйіп бір жақсы болып қалады. Үйіп тыңдайсың, е? Сосын ана менің ұрпағым ғой, менің ұрпағым ертең бұл жерде қалай өмір сүреді? Елінің ертеңін ойлап, ұрпағының жағдайын ойлап, ертең балаларым осы жерде ойнап, асыр салып өмір сүреді ғой, дамиды ғой деген бір сондай бір келешегіңді ойлайсың ба жалпы? Жоқ. Пока жоқ, ондай ой ештеңе жоқ. Жоқ қой? Жоқ. Ей, жоқ болса сен сатпа. Ой, тегін бер әке, смело. Қорықпай бере сал. Сатпа, бере сал, смело.